Қазақстан Республикасының саяси жүйесі. Мемлекеттік басқару органдары. Қазақстан Республикасы президенті мемлекеттің басшысы, оның жоғарғы лауазымды тұлғасы. Президентті халық сайлайды. Президент адам мен адамзаттың құқықтары мен бостандықтарына кепіл болатын тұлға. Қазақстан Республикасы Конституциясы мемлекеттік билікті бөлу принципін бекітті. Мемлекеттік билік үш буынға бөлінеді: заң шығаратын, атқарушы және сот. Заң шығару қызметімен парламент шұғылданады. Парламент екі палатадан тұрады: мәжіліс және сенаттан. Мәжіліс депутаттарын азаматтар тікелей сайлайды, ал сенат депутаттарының басым көпшілігін мәслихаттар сайлайды. Сенаттың 7 депутатын президент тағайындайды. Атқарушы билікті жүзеге асыратын үкімет. Атқарушы органдардың жүйесіне жататындары: министрліктер, мемлекеттік комитеттер, комиссиялар, бас басқармалар және жергілікті атқарушы органдар, облыстық, қалалық, аудандық, ауылдық, селолық әкімшіліктері. Ал сот билігін жүзеге асыратын жоғарғы сот, облыстық, қалалық, аудандық соттары, құқық қорғау органдары, ішкі істер, ұлттық қауіпсіздендіру органдары, прокуратура және тергеу комитеті. 1998 жылы 7 қазанда Қазақстан Республикасы парламенті Қазақстан Республикасы Конституциясына бірқатар өзгерістер енгізді. Ол өзгерістерге сай президенттің өкілеттілік мерзімі 5 жылдан 7 жылға дейін, сенат депутаттарының өкілеттілік мерзімі 6 жылға дейін, ал мәжіліс депутаттарының өкілеттілік мерзімі 5 жылға дейін ұзартылды. 1999 жылы 10 қаңтарда өткен Қазақстандағы бірінші баламалы президенттік сайлауда Назарбаев сайланды. 2007 жылы 18 тамыз бен 8 мамыр 2007 жылғы Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес Қазақстан Республикасында парламент мәжілісіне депутаттар сайлау өтті. Қазақстан Республикасының саяси өміріндегі реформалар. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап Қазақстан саяси дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Дәйекті саяси реформалардың нәтижесінде мемлекеттіліктің негізі қалыптасты. Қазақстанның одан әрі дамуының бағыты белгіленді. Демократиялық құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам құрудың қажетті ақпараттары жасалды. Қазақстандағы саяси жүйенің демократиялық бағыттылығы қалыптасты. Қоғамдық саяси партиялар мен қозғалыстары. 1990-1995 жылдардағы саяси экономикалық жағдайларда әртүрлі саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың туындап, саяси жүйенің қалыптасуы орын алды. 1989 жылы Невада-Семей антиядролық қозғалысы негізінде құрылған Қазақстан Халық Конгресс партиясы 1991 жылғы 5 қазанда өткізілген партияның бірінші съезінде бекітілді. 1991 жылғы 4 қыркүйекте Қазақстанның Республикалық партиясы құрылып, 1999 жылғы 29 мамырда Астанада өткізілген съезде оның атауы Алаш Қазақстанның ұлттық партиясы болып өзгертіліп, жаңа жарғысы мен бағдарламасы қабылданды. 1991 жылы 7 қыркүйекте Қазақстан Коммунистік партиясының кезектен тыс 18 съезінде делегаттардың партия атауына қатысты бір жақты шешімге келмеуі нәтижесінде 1991 жылғы қазан айында осы коммунистік партияның мұрагері ретінде Қазақстанның Коммунистік партиясы және Қазақстанның социалистік партиясы құрылды. 1989 жылы әділет қоғамы құрылды. Қоғамның негізгі мақсаты ұжымдастыру кезіндегі ашаршылық, сталиндік репрессия шындығын ашу болды. 1990 жылы азат азаматтық қозғалысы құрылды. Басты мақсаты Қазақстанның мемлекеттік егемендігін алу болды. 1990 жылы ұлтаралық единство қозғалысы құрылды.
Осы кезде желтоқсан партиясы құрылды. Бұл партияның құрамына 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандар кірді. 1994 жылғы желтоқсанда Қазақстанның халықтық кооперативтік партиясы, 1995 жылы қаңтарда Қазақстанның өрлеу партиясы, 1995 жылдың басында Қазақстанның аграрлық партиясы, 1995 жылғы жазда Қазақстанның демократиялық партиясы құрылды. 1998 жылғы қарашада Ақ жол қоғамдық қозғалысы құрылды. Жетекшісі Оразалин. Мақсаты президент Назарбаевтың саяси бағытын қолдау. Қазақстан 2030 стратегиясын жүзеге асыру. Зиялы өкілдер мүдделерін қорғау. 1999 жылғы 14 қаңтарда Қазақстанның отаншылар партиясы құрылды. Жалпы 2001 жылғы қарашада Қазақстанның демократиялық таңдау атты қоғамдық саяси бірлестік құрылды. Ғасырлар тоғысында республикадағы саяси үрдістердің ерекшелігі саяси элиталардың жіктелуі және келесі партиялардың саяси аренаға шығуы болды. 2000 жылғы 30 қаңтарда бірінші құрылтай съезінде ауыл социал-демократиялық партиясы құрылды. 2000 жылы Қазақстан патриоттары партиясы құрылды. 2002 жылы Қазақстанның демократиялық Ақ жол партиясы, Ақ жол КДП құрылды. Бұл партия 2004 жылғы мәжіліс сайлауында бір мандатқа ие болды. 2003 жылғы қазан айында саяси әлеуметтік саланы дамыту мақсатын алға қойған Руханият партиясы тіркелді. 2003 жылғы қазанда негізгі ұстанымы халықтың әл-ауқатын арттыру бағытында қызмет ету болып табылатын республикалық Асар партиясы құрылып, 2006 жылы Нұр Отан партиясының құрамына енді. 2005 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы президенті сайлауы. 2005 жылы Қазақстан Республикасы президентін сайлау болды. 2005 жылы 4 желтоқсанда өткен 3-ші жалпы халықтық сайлаудың нәтижесі бойынша Назарбаев 91,15% дауыс жинады. Елбасының ұлықтау салтанаты 2006 жылғы 11 қаңтарда Ақордада өткен болатыны. Ол инаугурацияға әлемнің 70-тен астам мемлекетінен келген жоғары лауазымды тұлғалар қатысты.